Мынау егемендік алғаннан кейін, шекара ашылғаннан кейін әсіресе мынау өнер қуып, білім қуып, осы топыраққа көп жастар келді ғой. Көбі келіп жаңағы үлкен оқу орындарына түсіп оқыды. Соның ішінде енді өзінің талантын әйгілеп, елге танымал болып үлгерген санаулы жастар бар. Әсіресе мынау әдебиетте, өлеңде өзінің қолтаңбасын қалдырған жастар бар. Солардың бірі осы Талапбек інім, Талапбек Тынысбекұлы. Талапбекті енді мен мынау Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте жүрген кезден бастап білем. Сол кездің өзінде өзінің анау бір жігерінің мықтылығымен, ізденімпаздығымен, қағылездігімен және ұйымдастыру қабілетінің күштілігімен көзге түсіп жүрген жігіт болатын. Тек қана бізге ғана мақтан емес, бүгін факультеттің мақтаны болып сөйтіп жүрген жігіт. Сол кезде таныстым. Өлең жазады екен, өлеңдерін көрсетті. Өлеңдері әдемі төгіліп тұр екен. Содан бері енді Талапбекте көп өсу бар. Тыныш жатпады, көп ізденді. Университет бітіргеннен кейін қоғаммен, әдеби ортамен тығыз араласты. Сол барыста Талапбек өзінің санасына, өзінің ойына, өзінің барлық болмысына көптеген керемет дүниелерді, әдебиетке керек, өнерге керек көп дүниелерді жиып үлгерген азаматтардың бірі. Қаншама сол факультетте жүріп біз білген кезде қаншама ұйымдарды құрды. Мысалы, Жезбүйда деген ұйым әзірге дейін жұмыс жасап жатқан жастарға бағытталған. Өлеңде Талапбектің өз қолтаңбасы қалыптасып үлгерген ақын сөздің шыны керек. Бүгін оқырманға әбден таныс болған есімдердің бірі Талапбек. Енді Талапбектің өлеңдерін ақырын қарап оқып отырсақ, Талапбектің өлеңдегі тынысының кеңдігі, тілінің шұрайлылығы, көркемдігі өз алдына бір бөлек әлем секілді болып сезіледі. Себебі Талапбек қазақтың қаймағы бұзылмаған, құндылығы жоғалмаған, салт дәстүрі өркендеген, анау киелі Алтай топырағында өсіп өнген азамат. Соның барлық нәрін де, сол жердің барлық құнарын да бойына жиып алып келген азамат сол дүниенің бәрін өлеңге айландырып жіберді. Талапбектің анау осыған дейін шығарған біздің қолымызда бар кітабы ертістің арғы жағы, бергі жағы ғой. Соны оқып отырсаңыз, Талапбектің туған елге, туған топыраққа деген үлкен сағынышы, өзінің үлкен биік парасатты азаматтық ұстанымы, және басқа да шет елдерді көргенде, жол сапар тақырыбында жазған өлеңдерінде де осындай бір айшықты керемет теңеулер, әсерлі жолдар, үлкен азаматтық ойлар білініп жатады Талапбекте. Бұның барлығы енді үлкен қаламгерде болашақта тіпті қаламы әбден төселген, қанаты қатайған, елге, елдің рухына, елдің ойына шамшырақ болып жануға лайық қаламгердің бойында болатын үлкен қасиет деп бағалаймын мен Талапбектің осы қасиеттерін. Мен Талапбектен бұдан да биік, бұдан да керемет, бұдан да қомақты шығармашылық, табыс күтемін. Аманшылық болса Талапбек осы ізденімпаздығымен, осы мінезімен, осы болмысымен тұра берсе, ол биікке де ертелі кеш шығады деп сенемін.